Қайырлы күн достар, сіздермен Айнамгүл. Бүгін біз осындай шоколадный шариктарды жасап үйренетін боламыз. Силиконовый форма керек. Осындай менде үлкен және кіші түрі бар. Бұның орташа түрі де бар. Шоколад және краситель керек. Шоколадты мен микроволновкада ерітіп алдым. Осының үстіне краситель қойып араластырамыз да формаға жағамыз. Жаққанда жан-жағына міндетті түрде кішкене көбірек қылып жағу керек және жан-жағына тегістей жағылу керек. Себебі шоколад алынған кезде жан-жағы сынып шықпау үшін. Егер жұқа болатын болса, ол жан-жағы сынып шығады да, сосын бір-біріне жабыстырған кезде тесік-тесік болып көрініп тұрады. Мен әзірге бір слой жағып шықтым. Қазір үстінен қайталап тағы бір слой жағып шығамын. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Каналға тіркелмесеңіздер, басқа видеолар көрінбей қалады. Келесі розовый түсті де пайдаландым. Бұны микроволновкаға еріткен кезде қайта-қайта алып салып тұру керек. Мысалға шоколадты саласыз, кішкене қоясыз да қайтадан алып, былғап қайтадан орнына қоясыз. Күйіп кетпеу үшін міндетті түрде жиі қарап тұру керек. Немесе водяной баняда ерітсеңіздер болады. Жан-жақтарына жағып шықтым. Сосын қалып қалған шоколадты міне қайтадан үстеріне жағып шығамын. Тоңазытқышқа салып қоямыз. Тоңазытқышта тез-тез қатады. Дайын болды шариктарымыз. Жан-жағы осындай тегіс болу керек. Енді осыны бір-біріне жабыстыру үшін шпательді пайдаландым, темір, яғни осыны қыздырып аламын. Шпатель болмаса, темір қақпақ немесе сковородканы қыздырып алсаңыздар болады. Міне осылай шпательді қыздырып алдым. Шоколадты жан-жағын ерітеміз де бір-біріне жабыстырамыз. Өте тез жабысады бір-біріне. Осылай жабыстырып алып шығасыздар. Енді бір-біріне шариктарды жабыстыру үшін немесе тортқа жабыстыру үшін осылай шоколадтың өзімен жабыстырасыздар. Яғни мен кондитерлік қапқа құйып алдым да, ыссы суға ерітіп алдым. Сосын қаптың басын кесіп, осылай құйып бір-біріне жабыстырсаңыздар болады. Кішкене ұстап тұрасыздар. Дайын болды. Осылай кез келген тортты оформлять етуге болады.